әлеуметтік желіге, тіпті жаңағы Instagram секілді TikTok желілерінде жастарды осы шетелге шығаруға, шетелге оқуға түсіруге, тегін оқу, тегін стипендия деген секілді осы тегін нәрсемен айту арқылы қызықтырады. Бірақ білесіздер, тегін нәрсенің артында не нәрсе бар екендігін. Біз осы 2024 жылы желтоқсан айында әріптесіміз екеуміз осы Мысыр еліне барған болатынбыз. Ол жерге бару мақсатымыз жергілікті дәстүрлі бағыт өкілдеріге Ханафи мазхабында оқып жатқан шәкірттермен сөйлесу, жүздесу, олардың алдағы уақытта жоспарын білу. Егер де елге қайтам деген болса, бізде кадрлар жалпы орындар бар екендігі, сол секілді олардың алдағы уақытта оңалту бөліміне тікелей септігі тиетіні туралы жалпы хабарлама айтылды. Екінші мақсатымыз ол жердегі оқып жатқан марказдар, яғни ресми емес марказдар өте көп. Басшылық сол ресми емес марказдардың жалпы бағыт зерделеу, олардың қаншалық деңгейде жұмыс жасап жатыр, не нәрсемен актуалды, сол жағы бізге өте қызық болды. Осы марказдарды аралау барысында көз көрген нәрселердің бірі, ол жердегі көп ата-аналар өздерінің жас балаларымен бірге сол марказдарға оқып жатыр. Белгілі бір марказдарда белгілі бір мүддесі болады. Сол мүдде арқылы алдағы уақытта ол 1 жылдық емес, арда 10 жылдық, 20 жылдық жоспарлары бар. Қауіптілігі неде? Оқыватқан шәкірттер, оқыватқан ата-аналар белгілі бір уақытта 5 жыл, 10 жылдан кейін ол елге қайтады. Елге қайтқаннан кейін олармен жұмыс жасау бізге әрине екі есе күрделі процесс болады. Білесіздер, 2011-2016 жылдары Қазақстанда көптеген теракт оқиғалар болды. Бұның тікелей септігі осы шетелдегі ресми емес күмәнді болған марказда оқып келген шәкірттердің тікелей септігі әсері бар. Осы жағын алып келгенде әрине біздің көптеген жастарды, діни білімі толық қалыптаспаған жастарды шетелге білім алу қауіпті деп айта аламыз түбегейлі. Ата-ананың міндеттерінің бірі баласын шетелге жіберместен алдын ол оқу орнын қандай анықтау керек, қандай мазхабпен оқиды, бағыт-бағдары қандай, ұстаздары қандай, діни білім беретін пәндері қандай деген секілді, және ресмилігі бар ма жоқ па соны анықтау керек. Балаға біріншіден дәстүрлі бағытта білімді беру керек, бұл бірінші мәселе. Және де ата-ана ескеру керек болған мәселе, баланы егер шетелге кеткен болса, діни білім алып жатқан болса, ол баланы жіті бақылау керек. Яғни тек баланы жібердім болды деп жаңа қоя салмау керек. Аптасына 2-3 мәрте хабарласып, баланың ахуалын білу керек, психологиялық, моральдық жағдайын білу керек. Егер де балада мынандай бір діни тенденция болса, яғни күфір, ширк, тағут деген секілді осындай радикалды көзқарастар байқалған болса, бірден баланы не істеу керек? Елге қайтуға әрекет жасау керек.